олардың сол шағын несие алған азаматтар қосымша 510 жаңа жұмыс орындарын құрды. Қайтарымсыз грант 6701 адамға берілді. Олардың 947-сі салық органдарында жеке кәсіпкер болып тіркелсе, 5635-і бірыңғай жиынтық төлем төледі. Бұл жерде Бердібек Машбекұлы бір мәселені аудандарға айтып кетейін дегенім, тағы да қосымша тапсырмаңызға сәйкес 518 миллион теңге беріліп жатыр. Биылға оған 907 грант беру жоспарланып отыр. Қаражат осы 25 қарашада құрметті әріптестер берілу жоспарлануда. Сондықтан айдың соңына дейін қазіргі таңда комиссияларыңызды өткізіп, осы грантты айдың соңына дейін беру керек. Әлеуметтік жұмыс орындары, жастар практикасы және қоғамдық жұмыстарға жалпы 17374 адам орналастырылды. Бұл жоспарымыз, жылдық жоспарымыз 114,5%-ға орындалып отыр. Осыны жұмыс орындарын аяқтағандардың арасынан 3630-ы қосымшада тұрақты жұмысқа орналастырылды. Қысқа мерзімдік оқытумен және білім беру бойынша 2397 азаматтар оқуға жіберілді. Оның ішінде 770-і бұл кәсіптік білім алуда. Оқуын аяқтаған 1424 адам бүгінгі күні тұрақты жұмысқа орналасып отыр. 3489 азаматымыз бастауы бизнес бағдарламасы аясында оқуларын аяқтап, бүгінгі күні олардың 2055-і грант алды, 86-сы шағын несие алып отыр. Жұмыс күшінің ұтқырлығы бойынша 163 жанұя солтүстік өңірлерге қоныс аударылып, оның құрамындағы 497 адам бүгінгі күні тиісті мемлекеттік көмектермен қамтылып отыр. Осы еңбек бағдарламасы аясында 21296 адам тұрақты жұмысқа орналасты. 21296 азаматымыз, жалпы 52733 адам еңбек бағдарламасымен қамтылды. Келесі жұмыспен қамту жол картасы бойынша 809 нысанның бүгінгі күнде 708-і жұмыстарын аяқтап отыр. Бұл жалпы нысандардың 87,5%-ын құрап отыр. Осы ағымдағы есепті кезеңге жоспарланған қаражат толық игерілуде. Бағдарлама аясында 20 мыңнан аса жұмыс орындары құрылды. Бұл жоспарымыз 101,8%-ға орындалып отыр. Оған 19,4 мың азамат сол жұмыс орындарына жұмысқа орналастырылды. Жұмыспен қамту орталықтарының жолдамаларымен 10 мыңнан аса азаматымыз, жұмыссыздарымыз жұмысқа орналасып отыр. Жоспар 102,9%-ға орындалды. Жалпы айтатын болсақ, жұмыспен қамту жол картасында жұмысқа тартылған азаматтарымыздың орташа жалақысы 85,611 теңгені құрады. Енді тағы да бізде мониторинг жүріп отқан мәселе, бұл үлкен кәсіпорындарда және басқа да кәсіпорындарда қысқарту мәселесі, жасырын жұмыстық туралы қысқартылған және жұмыспен жартылай қамтылғандар еңбек ақы бойынша берешек туралы статистикалық мәліметке сәйкес биылғы жылы бізде қысқарту болған жоқ мекемелерде, бірақ та өз еркімен 843 азамат жұмыстарынан босады. Бұл азаматтарды тіркеуге алып, жұмыспен қамту орталықтарына қатынасқандар толығымен жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тартылды. Келесі слайд. Осы атқарылған жұмыстардың нәтижесінде Бердібек Машбекұлы биылғы жылы өткен жылмен қарастырғанда экономикалық белсенді халқымыз 3672 адамға өсіп, 530 мың адаматты биылғы таңға құрап отыр. Өз жұмыспен қамтығандарымыз 6194 адамға азайды. Бүгінгі күні 171,175-ті құрап отыр. Бұл 390-ның қорытындысы бойынша. Жұмыссыздар былтырғы жылмен салыстырғанда 10,922-ге немесе 57,7%-ға төмендеді. Бердібек Машбекұлы 25,813 болған, биыл есепті кезеңде 14,891 азаматты құрап отыр. Жұмыстық деңгейі екінші тоқсанмен салыстырғанда 0,2%-ға төмендеп, былтырғы жылмен салыстырғанда 0,1%-ға төмендеп, 4,7%-ды құрап отыр. Ресми мәлімет 1 қазанға.
Келесі Бердібек Машбекұлы әлеуметтік төлемдер бойынша, жалпы әлеуметтік төлемдер бойынша арнаулы әлеуметтік көмекке 5,9 миллиард теңге биылға бөлінген. Оған 63 мың азаматты қамту жоспарланған болатын. Бүгінгі күні 66,5 мың біздің жамбылдықтар арнаулы әлеуметтік көмек алды. Оған 3,8 миллиард теңге қаражат бөлінді. Енді кепілдендірілген әлеуметтік пакет бойынша 6502 отбасына жоспарланған болатын. Бұның қазіргі таңда толығымен бәрі беріліп отыр. 13,5 мың біздің жамбылдықтарымыз осы арнаулы кепілдендірген әлеуметтік пакетті алды. Одан өзге 17,5 мың азаматымыз тұрғын үй көмегіне қамтылып отыр. Одан да өзге басқа да мұқтаж азаматтарымыз 8,800 азаматымызға 0,7 миллиард теңге қаражат төленді. Енді бұл жерде Бердібек Машбекұлы биылғы жылы қазіргі кезеңдегі сайлауалды кезең болып тұрғанды ескере отырып, аудандарға осы арнаулы әлеуметтік көмек және кепілдендірілген көмектерді толық осы желтоқсан айында төлеуді тапсыруды сұранамын. Өйткені бізде енді уақытлы бәрі төленіп жатыр. Немеге талапқа сәйкес есепті кезеңі айдың 13 күніне дейін төлеуіміз керек. Биыл желтоқсан айында оған қарамай қаражат жеткілікті қазіргі таңда. Осының бәрін желтоқсан айында толық төлеп беруді тапсыруыңызды сұранамын. Мен болдым. Рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма? Егер сұрақтарыңыз жоқ болса, негізінен осы сұрақ бойынша біздегі жұмыс жаман емес. Жақында әлеуметтік желілерде ресми еліміздің осы жұмыспен қамту, жұмысқа орналасу жөнінде мәлімет жарияланды. Сол мәліметке сәйкес біз республикада тәді екінші орындамыз. Бірінші Алматы қаласы, одан кейін біздің облыс. Сол сіздердің жұмыстарыңыз, сондықтан Нұрбек айтатын көп рахмет, жақсы жұмыс жүріп жатыр. Біз енді соны қарай жалғастыруымыз керек. Ең негізгі біздің мақсатымыз ол енді мемлекет басшыларының берген тапсырмасы көбірек жұмыс орындарын ашуымыз керек. Оның ішінде нақты жұмыс орындарын, тұрақты жұмыс орындарын. Жаңа енді өзіңіз айттыңыз, 52 мың адам қамтылды деп, оның ішінде 21 мың адам тұрақты жұмысқа орналасты. Ол енді жаман көрсеткіш емес. Осыны ары қарай жүргізуіміз керек. Жұмыссыздар жаңа 4,7 деп айттыңыз, ол да жақсы көрсеткіш. Республикада ол көрсеткіш 4,9. Біз енді жылды осыменен енді аяқтайтын болсақ, онда жаман болмаймыз. Біздің енді негізгі жүргізіп отырған жобаларымыз осыған өзін қамтитындардың санын азайту керек болады. Сізге берілетін тапсырма мынау пилоттық жобаның да негізгі мақсаты сол. Сондықтан соны мынау Нұрбек Нұрбекұлымен бірге отырып тағы да қарауымыз керек. Барлық ауданның әкімдеріне айтатын, қазіргі таңда індеттің кезінде, дағдарыстың кезінде біздің ең негізгі міндетіміз мынау халықты жұмыспен қамту, жұмыссыздардың санын азайту. Оған енді мемлекет тарапынан беріліп жатқан үлкен көмектер бар, қолдаулар бар, қаншама мемлекеттік бағдарламалар жүзеге асып жатыр. Сондықтан менің сіздерден сұрайтыным, әсіресе қазіргі кезде соны біз енді күнделікті бақылауға алуымыз керек. Жаңа мына Нұрбек айтқан ұсынысын мен қолдаймын. Мынау берілген қаржылардың барлығын біз толығымен жылдың аяғына дейін игеруіміз керек. Әсіресе грантқа байланысты, микрокредитке байланысты біз енді келесі жылда бұйырса деп айтайын, қомақты қаржы аламыз. Ертең біз енді үкіметтің алдында есеп береміз. Қанша біз қаржы алдық, соны қалай игердік, қаншама жұмыс орындары ашылды деген. Сондықтан менің сіздерден сұрайтыным әріптестер, сол берілген қаржыны толығымен игеруіміз керек. Оның үстіне енді халық қазір енді түсініп келеді. Әсіресе грантқа байланысты. Біз неғұрлым көбірек халыққа грант берсек, соған жаман болмайды. Бұл енді сіздер білесіздер, оған кепілдік керек емес. Енді 530 мың деген аз ақша емес. Оның үстіне енді 4-5-еуі біріксе, ол енді миллиондаған ақша болады. Өзінің енді кәсібін ашуға үлкен мүмкіндік береді. Сондықтан енді менің тағы да сіздерге айтатыным, әріптестер, жыл аяқталып келе жатыр. Берілген тапсырмалардың барлығы біріншіден орындалу керек.
Екіншіден, ең негізгісі қазіргі мынандай қиын кезде жұмыс, әсіресе жаңа айтты, қоғамдық жұмыс бар, жаңағы әлеуметтік жұмыс бар, жастар практикасы деген бар. Соны біз енді тиімді пайдалануымыз керек. Егер енді біз халықты жұмыспен қамтамасыз етіп, оның жалақысын дер кезінде төлейтін болсақ, онда мынау қиыншылықтардан тезірек өтуге болады. Сондықтан менің енді сұрайтыным осыған көңіл бөліп, бұл мәселе ең негізгі мәселе қазіргі таңда. Сондықтан соны әр уақытта өздеріңіздің бақылауларыңызға сұраймын. Келесі мынау жалақы, қарыз, жұмыс орындарының сақталу жөнінде. Бұл да осыған байланысты. Себебі қазіргі мынау індет дағдарыс кезінде біз мынау қысқартуға жол бермеуіміз керек. Оның үстіне біздің барлық енді мынау үлкен орта кәсіпорындармен келісім шарттарымыз бар, меморандумдар бар. Соның орындалуын біз қамтамасыз етуіміз керек. Енді өздеріңіз жақсы түсінесіздер. Ол жұмысынан қысқарып қалса, бір жағынан індет болса, дағдарыс болса, онда ертең қалай болады? Сондықтан осы сұрақты біз арнайы шығардық. Сөз Қайрат Әскербекұлы болады. Құрметті Бердібек Мәшбекұлы, құрметті жиынға қатысушылар. Қазақстан Республикасы үкіметінің 2019 жылғы 12 қазандағы әлеуметтік шиеленістің алдын алу және әлеуметтік еңбек дауларын шешу жөніндегі көшенді жоспарға сәйкес облыста жоспарлы жұмыстар атқарылуда. Бұл орайда облыстағы еңбек қатынастары саласындағы жағдайды бақылауда ұстау мақсатында облыстық ыстық нүкте картасы әзірленіп, оған 45 кәсіпорын енгізіліп, олармен тиісті жұмыстар жүргізілуде. Одан бөлек Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі тарапынан да өңірлердегі еңбек жағдайларының ахуалы бақылауға алынып, тұрақты түрде талдау жүргізіліп отырады. Биылғы жылдың 10 ай қорытындысы бойынша министрліктің еңбек тәуекелі картасына сәйкес Жамбыл облысындағы еңбек қатынастарының ахуалы қалпы жағдайда көрсетіліп қалыпты. Бұл ретте басқарма әлеуметтік әріптестермен жергілікті әкімдіктермен бірлесіп, әлеуметтік еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі 3 жақты комиссия арқылы жұмыс берушілермен тиісті жұмыстар атқарылуда. Соның ішіндегі өндірістік процестерді тұрақтандыру, еңбек заңнамаларын сақтау, жұмысшыларды қысқартпау мәселелері бойынша әкімдік, жұмыс беруші кәсіпорын арасындағы жасалған 3 жақты меморандумдар бойынша жоспарлы жұмыстар атқарылуда. Статистикалық мәліметтерге сәйкес облыстағы 9440 заңды тұлға әрекет етіп тұрған болса, аудан әкімдіктерінің мәліметіне сәйкес 8342 кәсіпорын немесе 88-де 4% аталған меморандумға қол қойып, әлеуметтік жауапкершілікті қабылдады. Ал министрлік тарапынан жасалып отырған талдау негізінде тек белсенді жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар бойынша меморандумдар қабылдау көрсеткіші 100%-ді көрсетіп отыр. Коронавирус пандемиясына байланысты жарияланған төтенше жағдай мен карантиндік режимде қабылданған шектеу шараларына сай басқарма жұмыс режиміндегі өзгерген жұмыскерлердің мониторингін жүзеге асыруда. Аудан әкімдігінің ұсынған мәліметтерге сәйкес бүгін күнде 2404 жұмыскер ақысыз еңбек демалысында, 5574 жұмыскер ақылы еңбек демалысында, 25154 жұмыскер қашықтықтан жұмыс істеу режимінде, 2532 жұмыскер толық емес режимінде, өткен 3364 жұмыскер бос тұрып қалу уақытында ауыстырылған. Жұмыскерлердің еңбегін ұйымдастыруды жақсарту және өндіріс тиімділігін арттыру, яғни әлеуметтік көтермелеу мәселелеріне бағытталған ұжымдық шарттарды 5649 заңды тұлға әрекет етіп тұрғандардың 59.8% қабылдап қолданысқа енгізілген. Дегенмен есепті кезеңде жекелеген кәсіпорындарда жалақы қарыздарының